Сәлем әріптес. Бүгін біздің ұзақ үзілістегі ұйымдастырған ойынымыздың түрі квест деп аталады. Арнайы карта дайындалып әкелінді. Әрине барлығы ағылшын тілінде. Тапсырмалар да ағылшын тілінде ұйымдастырылды. Ереже түсіндіріліп өткен соң, балалар екі топқа бөлініп, кішкене ақылдасып алды. Басталды. Бірінші станция Music Station. Бұл жерде ағылшын тіліндегі өлең мәтіндері берілді. Танымал өлең мәтіндері және әншілермен сәйкестендіру болды. Екінші Statue станциясы. Statue аялдамасында оқушылар суретті сипаттап сұрақтарға жауап берді. Келесі станция Trees. Бұл жерде оқушылар мектеп айналасындағы ағаштарда жасырынған доллар бейнеленген карточкалерді табу керек болды. Және бірінші болып тауып әкеліп, оны мұғалімге әкеліп тапсырып, және орнына тәттілер, сыйлықтар алу керек болатын. Міне ең бірінші тауып әкелген 6 сыныптар арасындағы топ жеңімпаз атанды. Құттықтаймыз. Осындай ойынды сіздер де өз оқушыларыңызбен өткізсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар.